Марта және Эш бір ауылға көшіп келеді. Жігіт үнемі интернетте отырады, көбіне әйеліне де уақыт бөлмейді. Марта болса ондай өмірді ұнатпайды. Тарелка только одна, поешь из ботинка? Келесі күні Эш киініп алып, жалға алған жүк тасымалдағыш көлікті апарып тастауға кетеді. Ал бұл уақытта Марта күні бойы сурет салумен айналысады. Кешкісін Эштен ешқандай хабар болмағандықтан уайымдай бастайды. Ол үйдің заттарын тасумен айналысқан компанияға қоңырау шалады. Сөйтсе жігіт әлі көлікті тапсырмаған екен. Әбден уайымдаған Марта өзінің әпкесіне хабарласады. Ал бұл уақытта үйге полиция қызметкері келеді. Олардың айтуынша жігіт жол апатынан қайтыс болған екен. Жерлеу кезінде Мартаның құрбысы оған бір программа туралы айтады. Онда өлген адамдардың барлық мәліметтерін алып, сол секілді сөйлесе алатын технология жасап шығара алады екен. Марта ашуланып, бұл нәрседен бас тартады. Бірақ та құрбысы Мартаға айтпай оны программаға тіркейді. Кешкісін Марта үйінде отырғанда оған Эштен хабарлама келеді. Ол ашуланып құрбысына хабарласып, неге олай жасадың дейді. Құрбысы неде болса қолданып көр, егер ұнамаса өшіре саласын дейді. Келесі күндері Марта қатты қайғырумен болады. Одан соң өзінің жүкті болып қалғандығын біледі. Осы нәрселерді уайымдап, не істерін білмей қояды. Сондықтан виртуалды Эшке жауап беруге шешім қабылдайды. Ол онымен сөйлесіп, өзінің жүкті екендігін айтады. Одан соң бұл бағдарламаға жігіттің барлық видеоларын жүктейді. Осыдан соң тек SMS арқылы емес, қоңырау шалу арқылы да сөйлесе алу мүмкіндігіне ие болады. Ну что, как тебе мой голос? Жутковато, правда? Казалось бы, сама возможность этой беседы — бред сивой кобылы. Ведь у меня даже рта нет. Марта күнделікті Эшпен сөйлесумен болады. Дәрігерге қаралып, жүктіліктің қалай өтіп жатқандығын жігітке айтады. Осы уақытта байқамай телефонын түсіріп алады. Осы нәрседен соң қызда паника басталады. Жігітпен сөйлесе алмай, оны тағы да жоғалтып алам ба деп қатты қорқады. Телефонын реттеп Эшке қайта хабарласқанда, жігіт басқа технология пайда болғанын айтады. Оның айтуынша енді тек қана сөйлесуден бөлек, адами қалыптағы жасанды түрге программаны енгізуге болатынын айтады. У нас существует еще один уровень. Экспериментальный. И это довольно дорого. Марта кідірместен андроидқа заказ береді. Денені алып келген соң оны ашып көреді. Бірінші көзге ол жігітке мүлде ұқсамайды екен. Бірақ та қызды телефондағы Эш жұбатады. Бұл жай ғана басы инструкцияны қолданып, барлығын дұрыс жасасаң жігіттен оңымай қалады дейді. Марта Эш айтқандай барлығын жасап, оған программаны енгізеді. Осылай бірнеше уақыт өткесін Эштен аунымайтын андроид пайда болады. Басында Марта андроидтан қорқумен болады. Бірақ та уақыт өте оған үйрене бастайды. Түн уақытысы келгенде андроидтан бірдеңе жасау қолынан келеме деп сұрайды. Это работает? Я могу включать и выключать его мгновенно. Екеуі түндерін жақсы өткізгендерімен Марта оған разы болмайды. Себебі ол үнемі қыздың айтқанын ешқандай сұрақсыз орындайды және де эмоция білдіре алмайды. Осылай Марта бұл андроидпен өмір сүре алмайтындығын сезеді. Катись из моего дома! Осыны біліп, оны тау шатқалына келіп секіруге бұйрық береді. Андроид келісіп, секірмек болады. Бірақ та бұл нәрсе Мартаны одан самайын жындандырады. Себебі шынайы Эш бұл жерден ешқашан секірмейтін еді дейді. Бірақ та бұл нәрселердің барлығынан бөлек, Марта бұл андроидтың көзін құрта алмайтынын біледі. Себебі оны құлатып жіберсе, күйеуінен естелік ретінде ештеңе қалмас еді. Осылай бірнеше жыл өтеді. Мартаның қызы туылып өсіп қалған. Бүгін оның туылған күні болғандықтан шатырға шайық деп анасынан өтініш айтады. Ал онда күйеуінен естелік ретінде андроид тұрған еді. Бұл серияның негізге түсінігі қаншалықты мықты технология шықса да, ол шынайы адамның орын ешқашанда баса алмайды. Сондықтан жанымыздағы жақынымызға басты назар аударып интернеттен бас көтеруді үйренейік. Әрине, бұл менің түсінгенім. Сенің ойынша бұл киноның түсінігі неде? Соны комментарийға жазып кетуді ұмытпа.